Абай Құнанбаев, желсіз түнде жарық ай. Желсіз түнде жарық ай әнін біз 10 бөлімге бөлдік. Соның бірінші бөлімнен бастайық. Талдаймыз. Үстіңгі шек ашық шек, астыңғы шек екінші дыбыс бірінші саусақпен. Ары қарай жоғарғы ағысқа бас бармақпен екінші дыбысты басамыз. Астыңғы шек қала береді. Ары қарай бас бармағымыз үшінші дыбысқа қозғалады, үстіңгі шек. Астыңғы шек қала береді. Тағы да көрсетем. Тағы бір рет көрсетейін.